Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Сіздермен Динара Ибраева. Бүгінгі Қазақ ТВ каналында мен талай сұралған тақырыпқа, яғни жылдық жорамалға 2022 жылы сізді зодиакалды мағынада күтетін өзгерістер, табыстар, тағы да талай информациямен бүгінгі күнде сіздермен бөліскім келіп тұр. Бұндай анализді көбінесе шынайы астрологтар нақты тұрған планеталардың орын алған позициясын талқылау арқылы есептеп, жалпы шынымен өмірімізге ең бірінші әсер ететін восходящий узел мен нисходящий узелдағы зодиактар есепке алынады. Ал биыл олар сары шаяндар мен оларға қарама-қайшы болатын торпақтар зодиагында орналасады. Ол дегеніміз 2022 жылдан бастап 2023 жылға дейін өміріміздегі басты тақырып табыс пен оған кері жоғалту, арылу салаларына көбірек назар аударылады деген сөз. Яғни қаржылай мағынада. Себебі торпақтар ол бағдаулет рамзы, ал сары шаяндар трансформация, тағы да өлім рамзы деп есептеледі. Ал не үшін осы нисходящий мен восходящий узелдардағы жайғасқан зодиактар есепке алынады десеңіз, себебі восходящий узелде тұрушы белгі ол біздің осы өмірдегі істеп келуші тапсырмалар рамзы деп есептеледі. Ал нисходящий узелдағы белгі болса, өткінші өміріміздегі тапсырмалар көрсеткіші деп есептеледі. Арғарай, астрологтар Юпитер планетасында орын алған зодиактың сіздің зодиагыңызбен жасайтын қарым-қатынасты анализ қылып, ал биыл Юпитер жалпы ең күшті пысық тоқты зодиагында орын алар екен. Ең соңғысы, сабақтар мен қаталдықтар. Жалпы біздегі шыдамдылықты үйретуші ең қатал Сатурн планетасы соғыштар белгісінде, яғни ең ойшыл, біраз суықтау зодиагына түсер екен. Ал енді бұндай анализ шіле созылып кетпеу мақсатында, сізді талықтырмау мақсатында мен дейтін барлық зодиактарды элементі сәйкестіктеріне бөліп тастап, яғни от, ауа, жер, суға арнайы жеке роликтер, әлбетте жеке басқа папочкаларда, басқа видеороликтерде тұратын болады. Нақты бұл видеоролик ауамен, яғни егіз, таразы, тағы суғыштарға бағышталатын болады. Егіздер, бұл 2022 жылы қасиетті әйели энергиямыз одан да асып, мүмкін енді оянып, нақты 14 сәуір күніне дейін оны дамыту, байыту жолында астрология болсын, таро, тағы басқа эзотерикалы тәжірибелерді үйреніп, мүмкін медитация, пилатес, бәрін айтыр бастап, ішіңіздегі жасырынған түпнұсқалы отыңызды жандыруға асыңыз. Себебі бұндай әрекет өзіңізге лайықты, келешекті, жартыңызды болса, жалпы пайдалы мақсаттарды қоюға, өзіңіздің шын ниеттеріңізді табуға зор көмек болатын инструмент болады. Жалпы қадіріңізді, потенциалыңызды түсінуге демекші. Арғарай, өзіңіздің басқарушы планета Меркурий 2022 жылда ретроградты қалепке өшіреді. Яғни 14 қаңтарда, 10 мамырда, 9 қыркүйекке түскеннен соң сізге көбірек өз мақсаттарыңыз туралы ойлануға талай уақыт беріледі. Себебі 2022 жыл дәл өзіңіз үшін өте жылдам өтіп, тура бір жылдың өзі қалай өтіп кеткенін таң аласыз. Сондықтан уақыт табылғанда дем алуды ұмытпаңыз. Әсіресе теңіз аймақтарында дем алу сіздің денсаулығыңыз үшін әсіресе пайдалы деп есептеледі. Арғарай, табыс, мансапқа келгендеші. Бұл жерде де өзгерістер жақсылыққа, табысқа қарай бұрып, себебі көп жылдан бері істеп келіп атқан жұмысыңыз көзге көрінуді бастап, 2022 жыл дәл өзіңіз үшін жеміс жинайтын кезең болып есептеледі. Себебі шыдамдылықты тәрбиелеуші Сатурн планетасы сіздің 9 үйде орын алады. Сондықтан 2022 жылы ашық көзбен, қай жолмен жүру, қай жемістерді қолға кіріту айқындығы көрінеді. Мың пайдасыз жұмысқа қарай жүгірудің орнына. Сол себепті 2022 жылдың екінші бөлігінде айнықса қызғын, жауапкершіл алу керек кезеңі басталып, сіз одан қорықпай, ұялмай, барлық тапсырмаларды өзгерістерге
жауапкершілікпен қарап, ақылым құдайға шүкір жеткілікті деген оранмен барлық тірліктерді жасаушы болсаңыз, әлбетте қаржылай бақдәулетті болып келесіз. Сондықтан жылдың бірінші бөлігіңіз біраз сенімсіздікпен, қолайсыздықтармен басталса да, нақты үлкен мақсат қою арқылы оған қарай тартылуға себепші адамдарда, жағдайларда келіп шығуына сенімді болыңыз. Арғарай студент егіз қыздар мен жігіттер үшін шетелде оқу мүмкіншілігі беріледі. И уайым қылмаңыз, әрбір жолыңызда да жалпы сізге көмектесуге қабілетті жандарда, уақиғаларда тура бата алған сияқты оныдан келіп шығады. Тек қана арзымды келешегіңізді түбімен өзгертуге лайықты мақсаттарды қойсаңыз болды демекші. Сонымен ашықша көмек сұраудан да қорқпай, себебі биылғы энергия қоршап тұрған жандарыңыздан сізге деген мейірімділігін асырып, күшті кеңестермен тіпті қаржылай инвестициялар алу мүмкіндіктері сізге туылады. Дегенмен, тек таныстарыңыз емес, әлеуметтік көмектер, яғни кредит, шетел таныстарыңыздан болсын, әйтеуір қоршап тұрған барлық қарым-қатынастарыңыз арқылы қаржылай қамтама болу өзгерістері 2022 жылы байқалады. Яғни биылғы тема сіздер үшін қарым-қатынас арқылы бақдәулет жинау демекші. Ал оның түбі сіздің харизмаңыз мың есе артып, жұртқа одан да тартымды көруіңізде жасырынады. Кім біледі, мүмкін биыл жұрттармен одан да жақсы әңгіме айту қабілетіңіз өсетін шығар, подход демекші. Мүмкін физикалық мағынасында тартымды көріні, бірақ қалай болса да, магнит секілді жұртты өзіңізге қарай тарту қабілеті әлбетте өсіп келеді. Сондықтан 2022 жылы барлығы оңайлықпен, тек нақты мақсаттар қою арқылы амалға асып келеді. Дегенмен, барлығы оңайлықпен өмірімге келіп жатыр ғой. Жалпы не үшін мен мүмкін өмірге, мүмкін адамдарға өз ризашылығымды көрсетуім керекпін деп ойлайтын болсаңыз, қателік қылып, себебі биыл тек қана торпақтардың әсері емес, оған қарама-қайшысы болатын сары шаяндардың әсері әлбетте сізге кері қарауды бастап, барлық жемістеріңізді 1 минуттың ішінде банкроттыққа, 1 минут ішінде өлімге қарай әкеліп, жалпы әрдайым ол дейтін қайырымдылық қылу болсын, немесе жалпы адамдарға ризашылығыңызды айту арқылы космосқа дейсіз ба, Алла тағалаға дейсіз ба, әрдайым өзіңіздің ризашылығыңызды айтудан шаршамаңыз. Таразылар, өткен 2021 жыл біраз сюрприздерге жолыққан қызықты жыл болған еді деп ойласаңыз, сенуге әрекет қылыңыз. Биылғы 2022 жыл одан да күшті. Өміріңізді түбіме өзгертуге қабілетті өзгерістер, күшті сюрприздер болатынына сенімді болыңыз. Себебі сіздің 8-ші үй, яғни трансформация үйіңіз 2022 жылда оянып, оның жалпы энергиясына тұрақсыз Уран планетасы әсер етер екен. Сондықтан 2022 жылы жиі трансформация қылуға, өзіңізді өзгертуге мүмкін көрінісіңіз болсын, физкультура, йога, пилатес болсын, немесе тіпті пайдалы энергия беруші тағамдарға қызығу мерзімі әлбетте 2022 жылға тура келер екен. Одан басқа, ойлау әдетіңізде трансформацияға ұшырап, мүмкін күшті курстарға, немесе квалификацияңызды өсіруге қатты мұқтаждыңыз ішіңізде оянып келеді. Яғни өзгеріс темасы 2022 жылда қатты орында болады сіз үшін. Арғарай, көшіп қонуға, тіпті профессияңызды бір дегенде өзгертуге ықтималдығы пайда болып, сәттілік әкелуші планета сіздің 7-ші үйіңізде, яғни қарым-қатынастар үйіңізде орын алып, ол дейтін махаббаттық мағынада, ол дейтін туыс-туысқандарыңыз, жалпы барлық қарым-қатынас жасайтын салаларыңызда партнер, әріптестеріңіз барлығы тынышталып, жақсы жолға тұруды бастайды. Яғни көркейіп, гүлденіп келеді деген сөз болады. Жалпы 2022 жыл ол сіз үшін басқармашылық жасап, алға қарай жүруге жемісті жыл деп саналады. Сондықтан жеке бизнес ашу әрекеттері сәттілікке ұшырайды.
Отбасылық өмірде туыстарыңызбен қарым-қатынасыңыз жемісті тату болып, отбасыңызда бала туылуы, көтеру, тұрмыс құру, көшіп көну мүмкіндіктері пайда болады. Бойдақ таразыларға келгенде өзіңізден ақылды, жасы үлкен, қарапайым жанды табу мүмкіндігі асады. Сіздің табансызыңызға талай жақсы әсер ететін. Сондықтан өзіңізде шынайы махаббаттық сезімдерді тауып, оны көрсете білу мүмкіншіліктері әлбетте сізде толып келеді. Дегенмен, жұпта немесе отбасылық қарым-қатынастарда жүруші таразылар жартысы 2022 жылдың бірінші кварталында сізге мұқтаж уақытпен жылулықты бермесе де, оның барлығы уақытша. Шынымен жұбыңыздың талай жұмыстары, қиыншылықтары болып атқанын түсініп, ренжудің орнына қолдап, біраз уақыт беруге үйреніңіз. Үшінші кварталда отбасы мүшелеріңізге арнайы қарау, яғни олардың мұқтаждықтарына, сезімдеріне ашық болып, өзіңіздің жылы жағыңызбен қолдау кеңестерін жиі беру кеңесі беріледі сізге. Су қойғыштар, 2022 жылда қандай армаңыз, мейлі мақсатыңыз бар өзі? Жоқ болса, уайымдамаңыз. Космостың өзі жалпы сізге көмек келуіне даяр болыңыз. Ал кері мағынада айтайлық мақсатты болсаңыз, онда армаңыз, планыңыз, оныдан шығуына сенімді болыңыз. Себебі биыл екі басқарушы планеталарыңыз, Сатурн мен Уран тағдыр өзіліне тура түсіп, ол дегеніміз, өміріңіз кардиналды өзгерістермен, мүмкіншіліктермен тола болуы, түбімен жақсылыққа, жемістікке жеткізуші құдіретіне ие болады. Тек қана керек уақытта интуицияңызға сенім арттырып, тірлік жасасаңыз болды демекші. Жалпы кардиналды өзгерістер мен мүмкіншіліктерді ақпан, сәуір, тамыз, қараша айдарында байқауға болады. Сондықтан оған дайындықпен тұрып, табандылық әлбетте сізге артықшылық қылмайды бұл кезде. Жұмыстық мәміледе әлбетте серпіліске ұшырап, өзіңіздің келешегіңізге тағы да өзіңіздің жұмысыңызға инвестиция қылу мұқтаждығы артады. Келешекте қаржылай көмек беретін сабақтарға, курстарға, мүмкін адамдармен араласып, жасыңызға қарамай, намысыңызға қарамай, жалпы көп сабақтарды ашық оймен үйреніп алуға сізге кеңес беріледі. И бұндай мақсатпен тіпті командировкаға шығу мүмкіншіліктері толып, шетелдегі адамдармен араласу арқылы білімдеріңіз асып, инвестиция қылуыңызға жақсы болатын инсайдерлік ақпараттар сізге келеді. Жұмыстық, карьералық көтерімділер 2022 жылдың екінші кварталында пайда болады. Әсересе, handmade әрқандай жұмысты өз қолыңызбен, өз талғамыңызбен өзіңізді көрсету арқылы өнер саласына қызығушылығыңыз 2022 жылда асады. Жалпы екінші-үшінші кварталдарында өйдегі берекелі рәсімдер күтіледі. Сіздің атақ пен байлығыңызда өзгерістер пайда болады. Отбасылық мағынада өзгеруге даяр сүйгіштер үшін қарым-қатынастық мәмілелерін өсуіне, мүмкін жемсіз байланыстармен арылуға, нүкте қоюға жақсы қолайлықтар пайда болып, себебі 2022 жыл энергиясы тек қана жақсы жемісті адамдармен болу мұқтаждығын тудырып келеді. Соғыштар 2022 жылы сезімдік табиғатыңыз оянып, өнер саласында өз күштеріңізді сынап көру шабыты туылады. Сондықтан ол жұмыстық мәміле болсын, тіпті махаббаттық саласында өз сезімдеріңізді дұрыс айта білу сізге жәрдем береді. Сондықтан бойдақ қыздар мен жігіттер махаббатқа деген шабытыңыз ашылып, қарым-қатынастарға тура романтикалық кинодағыдай салымдар істеу мұқтаждығы артып келеді. Ақырында әлбетте бүгінгі видеоролик сіздерге ұнаған жағдайда лайк, комментарий, подписка жасауды ұмытпаңыз. Сонда Қазақ ТВ каналында одан да көбірек зодиактарға арналған видеороликтер келіп шыға береді. А дәл қазір болмаса, пока-пока, аривидерчи.